Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, әрі жұмсақ, дәмі супер-пупер, әсіресе жазда жемістердің балғын кезінде жасап жейтін бәліштің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Енді бізге пирогқа керек заттар: сары май, қаймақ, ұн, қамыр қопсытқыш және ванилин, бір тал жұмыртқа, қант ұнтағы керек болады. Ең алдымен біз міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп алатын боламыз. Ары қарай ұнымыздың үстіне сары май немесе пайызы жоғары маргарин майын салып, қолымызбен ұн мен майды біріктіріп ұнтақтаймыз. Яғни айтқанда крошка жасаймыз. Ұн мен майымызды ұнтақтап алған соң осылай құрғақ заттарын саламыз. Қамыр қопсытқыш, ванилин және қант ұнтағын салып, барлығын бір араластырып алатын боламыз. Ары қарай жұмыртқа және қаймақ салып, қолымызбен жұмсақ қылып қамыр илейміз. Осылай қамырымызды жұп-жұмсақ қылып илеп алған соң, үстінен салафанмен жауып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Ендігі кезекте біз ортасына салмасын дайындаймыз. Оған бізге керегі өрік, қант және жүгері крахмалы. Өрігімізді видеода көріп тұрғандағыдай тазалап, жұқа қылып кесіп аламыз. Ортасына салмасын дайындап алғаннан кейін қамырымызды алып, пергамент қағазының үстіне осылай қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Қамырымызды осылай жұқа қылып жайып алған соң, үстіне електен осылай жүгері крахмалын себелейміз. Міне осылай жүгері крахмалын сеуіп алған соң, алдын ала кесіп дайындап алған өрікті гүлше салып шығатын боламыз. Барлық кесіп алған өріктерімізді әдемілеп тізіп алған соң, өрік үстіне қант себеміз. Қант сеуіп алған соң, қамыр шетін видеода көріп тұрғандарыңыздай қайырып жабатын боламыз. Міне құрметті көрермен, бәлішімізді осылай қалыпқа салып алған соң, жұмыртқа мен сүт араласқан сұйықтықты жағып, бәлішіміздің үстін бадан тілімдеріменен әрлейтін боламыз. Міне достар, енді алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне құрметті достар, құрметті көрермен, өте әдемі әрі дәмді бәлішіміз дайын. Бәлішіміз әбден суыған соң, үстіне қант ұнтағын сеуіп әрлейтін боламыз. Құрметті достар, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Әсіресе қонақ шақырған кезде дастарханның сәнін ашып тұратын керемет дәмді бәліш.
Құрметті көрермен, менің каналымда басқа да пирогтың, торттардың және басқа да тағамдардың рецептері бар. Егер де сіздерге ұнап жатқан болса, пайдалы болып жатқан болса, өз қоржындарыңызға сақтап алуға болады. Құрметті көрермен, келесі жолы қандай видео рецепт көргілеріңіз келеді? Қандай видео рецептпен бөліскенімді қалайсыздар? Комментарияға жазып, өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Құрметті көрермен, каналыма жазылып, пікір жазып, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы, келесі жаңа видеода кездескенше сау саламатта болыңыз.